Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып іс тәжірибедегі зерттеу жобасы туралы болмақ. Ақпаратпен бөлісуді бастамас бұрын каналға тіркелмегендеріңіз тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Іс тәжірибедегі зерттеу жобасы ұстаздарға не береді? Мұндай зерттеу түрі не үшін қажет? Алдымен осыған тоқталайық. Мұғалім мамандығы үнемі білім толықтырып отыруды қажет ететінін білесіздер. Демек, баланы қазіргі заман талабына сай етіп, тәрбиелеп өсіру үшін өзің білімді болуың қажет. Ендеше ұстаздық етемін, әрі үйренемін деген ұранды ұстанатын ұстаздарымыз үшін бұл жоба таптырмас тамаша құрал. Іс тәжірибедегі зерттеу мен кәсіби талдау мектептің алға басуына жол ашады. Демек, мектептегі білікті маманның зерттеу негізінде жалғыз мұғалімнің ғана нарқы артпайды, мектеп алға жылжып, мектепте даму болады. Өздеріңіз аңғарғандай, іс тәжірибедегі зерттеу жобасын бір-ақ адам алып жүретін болса, ол бір ғана мұғалімнің жеке зерттеуі болады. Ал егер де мәселе өте ауқымды болса, мектеп көлемінде немесе аймақ көлемінде шешілуі тиіс жағдай болып, оған бірнеше маман немесе бірнеше пән мұғалімі атсалысатын болса, бұндай жағдайда біріккен тәжірибелік зерттеу жұмысы болып танылады. Ендігі кезекте іс тәжірибедегі зерттеу жобасының кезеңдеріне тоқталайық. Ең бірінші кезең және ең жауапты кезең бұл зерттеу тақырыбын анықтау. Зерттеу тақырыбын таңдауда мынадай ескеретін жайттар бар. Бізге қарағанда шетелдіктердің тәжірибесінде зерттеу тақырыбы сұрақ түрінде қойылады екен. Бұл жағдайда жоғары деңгейлі сауал қойылуы тиіс, және оның жауабы иә немесе жоқ болмауы тиіс. Тақырып болатын сұрақты қарапайым тілмен жазу қажет. Сауал мазмұнды болуы керек. Және зерттеу аясы нақты, түсінікті болып көрінуі керек. Және зерттеу тақырыбына алған тақырып әлі жауабы табылмаған мәселе болуы тиісті. Сонымен қатар тақырыптың шұбалаңқы болмағаны дұрыс. Және өзіңіз сол тақырып аясында ақпарат табылатыныңызға, дерек көздерге кеңінен қол жеткізе алатыныңызға сенімді болғаныңыз керек. Сонымен бірге тақырыбыңыз екі-үшті мағынаны бермейтініне әбден көз жеткізіңіз. Енді зерттеу тақырыптары қандай бағыттарда болатындығына шолу жасайық. Оқушылардың білім жетістігін көтеру мәселесі алға қойылуы мүмкін. Сабаққа деген қызығушылығын қалай арттырсам болады деген сауал алға қойылуы мүмкін. Оған қоса, мәселен, оқу бағдарламасы қаншалықты сапалы құрастырылған, оқу бағдарламасы оқушыларымызды қандай жетістікке бастап жатыр, сабақ процесінде оқыту стратегиялары тиімді қолданыла ма, мектептегі тіпті ахуал, мұғалімдер арасындағы қарым-қатынас қандай, олардың оқушыларға деген әсері қаншалықты күшті, мектеп басшылары мен мұғалімдердің арасындағы қарым-қатынас қандай, немесе олардың арасында жақсы қарым-қатынас орнатудың рөлі қаншалықты маңызды, немесе қандай жолдары бар деп ізденетін болсақ. Және де мектеп өміріне ата-аналарды қалай тиімді тартуға болады деген сияқты сауалдар төңірегінде зерттеу жұмысының тақырыбын алуға болады. Алдарыңызда ағылшын тілі мұғалімінің өзін толғандыратын сұрақтарын мынадай кестеге төккен үлгісі ұсынылып отыр. Әріптестер, сіздерге түсініктірек болсын деп қазақша нұсқаны алдарыңызға тартамын. Байқасаңыздар, белгілі бір мұғалім өзін толғандыратын сұрақтарын мінекей бір бет параққа төккен. Сұрақтардың легі мынадай, яғни тақырып ретінде таңдалатын. Оқушылардың мотивациясын қалай көтеруге болады? Оқушылар кітап оқуға қалай ынталандыру керек? Оқушылардың айтылым дағдысын қалыптастырудың жолдары қандай? Оқушылардың сөздік қорын қалай молайтуға болады? Оқушылардың зерттеушілік қабілетін қалай дамыту керек? Оқушыларды өз ойын жүйелі баяндай білуге мұғалім қалай жетелейді? Оқушы қатесін қалай түзету керек? Деген сынды бағытта кете береді. Ендігі кезекте байқап отырған боларсыздар, мұғалім өзін толғандырған сұрақтарын тақырып ретінде таңдалмақ болған, яғни сұрақтарды бір-біріне жақындығына, ұқсастығына байланысты топтастырады.
Мысалы, оқушылардың айтылым дағдысын қалыптастырудың жолдары қандай? Соған ұқсас оқушыларды өз ойын жүйелі баяндай білуге мұғалім қалай жетелейді? Болмаса, ойды ұтымды жинаққа жеткізудің тәсілдері қандай? Осылайша өзін толғандыратын сұрақтарын түрлі топтарға жинақтап алып, солардың ішіндегі ең маңызды топ қайсы екенін өзіне анықтап алады. Содан кейін мінекей өзіне ең маңызды деп анықтаған топтың ішінен маңызды сұрақты ерекшелеп алуға тырысады. Мәселен, мына слайдта өзіне деген сенімділікті қалай арттыруға болады, тиімділікті арттыру үшін қандай әрекет жасау керек, немесе оқушының өзіне талап қоя алуын қалай жүзеге асыруға, қалыптастыруға болады деген сияқты 3 сауалды алып, содан бір сауалды таңдайды. Сабақта оқушылардың өзіне деген сенімін қалай арттыруға болады деген әдемі бір зерттеу сауалын құрастырып шығады. Әріптестер, сіздерге берілген ақпараттың өте ауқымды болғанын ескеріп, бейнежазбамды осы жерден тоқтатамын. Іс тәжірибедегі зерттеу жұмысының құрылымдық ерекшелігі, жазылу үлгісі туралы ақпаратты келесі бөліктен күтіңіздер. Арнаға жазылуды, лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.